Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум, қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Дінімізде өте үлкен сауапты амал бар. Ол тілімізге сақтық таныту. Яғни тілімізді Аллаға ұнамайтын жағымсыз сөздерден сақтау. Сондай сөздерден аулақ болу. Ғайбат, өсек, мазақ, біреуге тіл тигізу, тәлкек, кәлеке, келемеш, әжуа, өтірік, жалған анттар, сөгу, лағнет, қарғыс, осының бәрінен тіліміз аман болу керек. Себебі әр сөзіңіз аңдулы, жазулы. Құранда бұл турасында аузыңнан бір сөз шығарсақ болды, алдында аңдушы дайын дейді. Әрбір екі тістің арасынан шыққан сөз амал дәптерімізге жазылуда. Бір сөз үшін жәннаттың биік дәрежелеріне қол жеткізесің, я болмаса тозақтың ең түбіне түсесің. Соны бір сәтке де естен шығаруға болмайды. Бір ғана сөзіңмен не Алланың разылығы мен алғысына бөленесің, не ашуы мен қарғысына ұшырайсың. Абдулла ибн Масғуд, Алла ол кісіден разы болсын, былай дейді: дүниеде абақтыға қамап ұстауға ең лайықты нәрсе ол тіл. Біздің кемшілігіміз. Сөздің пайда зиянын өлшемей сөйлей береміз. Көшеде, үйде, дүкенде, ұялы телефондарымызбен үздіксіз сөйлесудеміз. Бұл нәрсе мүлдем сөйлеуге болмайды деген сөз емес. Алайда не жайлы сөйлеп жатырсың? Не үшін сөйлеп жатырсың? Мәселе сонда. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірген болса, жақсы сөз сөйлесін, немесе үндемесін дейді. Көп сөйлеген адамның күнәға орынуы әбден мүмкін. Сол үшін біздің бабаларымыз 10 күнәнің 9-ы тілден деген. Омар ибн Аль-Хаттаб Худайбияда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам мақұл көрмеген бір сөзді айтып қойған болатын. Соны өзі кейін баян етіп: өмір бақи қандайда бір салихалы амал жасасам, сол амалым пайғамбарыма айтып қалған сол бір сөзімнің кафараты, яғни өтемі болса екен деп үміт етемін дейді. Мінекей, Омар радиаллаху анху бір айтып қалған сөзіне өмір бойы өкініп өтті. Ендеше біз де сол ұлы тұлғалар ұқсап, қалайша тілімізді сақтасақ болады? Ол үшін өзімізге шарт қойып көрейік. Мәселен, егер өсек, ғайбат айтып қалсам, дереу оның өтемі ретінде 1000 теңге садақа беремін деп, өзіңізге осы шартты орындаймын деп бекітіп алыңыз. Тілімді тыямын деңіз. Я болмаса осыдан кейін тіліңізді тиясыз, немесе банкрот боласыз. Халқымызда бұны үндемеген үйдей бәледен құтылады дейді. Біреуді жұмаққа кіргізетін де, одан алыстататын да осы сөз. Ла илаха иллалла сөзі адамды Алланың рұқсатымен мәңгі жұмаққа кіргізсе, тура сол секілді Аллаға ұнамайтын сөзде тозақ отына жолдама болуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: кімде-кім маған екі жағының арасындағыға кепілдік бере алса, мен оған жәннатқа кепілдік беремін деген. Ол тіл. Ұлы жаратушымыз кез келген сөз аузымыздан шығып кете бермесін деп, оны тіс қамалмен қамап жаратты. Ол аздай оның сыртын еріндермен қаптады. Сіз ердіңізді жыбырлатпастан, аузыңыздан бірде-бір сөзді шығара алмайсыз. Алайда адам баласы сол қамалдың бәрін бұзып, бұған да қарамастан тілінен талай күнә тартып жатқаны анық. Негізінде ойға оралған сөзді тіліңмен айта салу оңай шаруа емес. Оған жігер керек. Айтқым келгені, қазіргі таңда әлеуметтік желіде адамдардың жан түршігерлік жазбаларды қалай болса солай жазып жатқанын байқаймыз. Не үшін? Себебі ол жазбалар ауыздан шығып жатқан жоқ. Ол ойдан шығып жатыр. Ал ой өте жүйрік. Сосын ойға бірден жаман нәрселер оралары анық. Тіпті кейінгі кездері Құдайға, дінге, дін ұстанушыларға қатысты адам шошырлық жазбалар қаптап кетті. Абай болайық. Дін ол Алланыкі. Оны сөгу жақсылық емес. Алла өзі жаратқан нәрселерін қызғанады. Ал Алланың қызғанышы оның ашуы. Қаһарына ұшырап кетіп жүрмейік.
Алла тағала бұлай ескертеді: әй мүміндер, Алладан қорқыңдар да дұрыс сөз сөйлеңдер. Күніне 24 сағат бар. Сол 24 сағатты тек қана жақсы сөзбен толтыратын болсақ, өте үлкен сауапты іс болмақ. Бүгінгі күнімізді тіліміздің тазалығын сақтауға арнайық. Тіліңізді бағып көріңіз. Керісінше, жақсы сөз ғана айтуға дағдыланып, көбірек тәсбих тартып, зікір етіп, адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйып, уақытыңызды үнемдесек, жәннатқа қарай басқан қадам болмақ. Сөйлеген сөзіңіз өзіңізге жау болып қалмасын. Тіл түзелмей, ел түзелмейді. Тіліңізден тек пайдалы сөздер ғана шықсын. Алла тағала сіз бен біздің баршамызды екі дүниенің бақытына, жақсылығына бөлесін.